Баршаңызға сәлем достар. Бүгін обертка для шоколаданы қалай ораймыз, сол жайында көрсететін боламын. Бұл шаблондар біздің VIP каналда. Егер VIP каналға қосылғыңыз келсе, онда осы видеоның астында толық ақпарат жазылып тұрады. Сол ақпарат арқылы біле аласыз. Немесе каналға қосылмай, сіз бұл жерде өзіңіздің тойыңызға мысалы бір шаблонды бізден сатып алсаңыз болады в электронном виде. Барлығы дайын. Каналда бізде уже дайын дизайндармен жазусыз, сіз любой шаблонға өзіңіздің қалаған жазуыңызды жаза аласыз. Мысалы, әкемізге 65 жас деп тұрсыз, оған 70, 80, 40 жас деп өзіңіз жаза бересіз қалаған жазуыңызды. Сырға салу болса, қыз ұзату, келін шай деп әртүрлі жазуларды өзіңіз тексті жазасыздар. Қазір мысалы жиналуын көрсетейін. Міне, А4-ке бір шаблон шығады. Егер полностью жабылып тұрсын десеңіз, онда А4-ке біреу келеді. Ал мысалы шеттері шығып тұрсын десеңіз, онда бір А4-де екеу болады. Но мен бір А4-ке бір штук жасаймын всегда, чтобы басынан аяғына дейін жабылып тұратындай. Қазақстан шоколадты алдым. Бұл жерде менде Баян сұлу шоколады. Өзіңіз білесіз, Баян сұлу аласыз ба, Рахатовский аласыз ба, без разницы. Міне, мен шоколадты алдым. Бірінші канцелярский ножбен осылай қиып жатырмын. Қараңыздар. Бір дегенде мен 5-6 шаблонды қиып жатырмын. Бір шаблон емес, бір дегенде осылай полностью қиып алсаңыз болады. Обязательно канцелярский ножбен қиямыз. Қайшымен қисық болып қалады бәрібірде. Канцелярский ножбен прям фирменный күшті болып шығады. Сол үшін қорықпай канцелярский ножбен қиыңыздар обязательно. Міне көрдіңіз бе? Бір дегенде қанша шаблонды қиып жатырмын. Менде мына жерде әртүрлі шаблон, өйткені мен өзімнің каналыма бірінші суретке түсіремін, одан кейін бірақ каналға саламын. Бізде каналда готовый фотолар бар. Сіз ол готовый фотоларды можете себе выкладывать в Instagram. Двухсторонний скотч керек болады, жабыстыруға мен Тиян дегенді аламын. Скрин жасап алыңыздар, бағасы 80 теңге тұрды. Обязательно жаңағы көрсеткенде скрин жасап алыңыздар. Видеоны назад чуть-чуть басып, обязательно скрин жасаңыздар. Именно Тиян деп тұру керек. Сол Тиянды алсаңыздар күшті ұстайды. Міне ішкі жағына жабыстырамын осылай. Шоколадты міне сыртын ашып жатырмын. Сіздерге көрсетіп жатырмын, қалай жабыстырамыз. Мен осылай жабыстырамын міне. Біздің каналда тек қана осы оберткалар емес, обертканың түрі бар. Обертканы қандай бумагаға шығардым? Фото бумага глянцевая 115 граммға шығардым. Қараңыздар, міне осылай. Басынан аяқ жабық тұрады. Егер де біздің каналға қосылғыңыз келсе, осы видеоның астында толық ақпарат жазылып тұрады. Обязательно қарап көріңіздер. Осындай дизайндарды в электронном виде бізден алып, сіз өзіңіздің тойыңызға немесе заказға жасап бере аласыздар. Толық ақпарат осы видеоның астында комментарийда жазылып тұр. Видеоны қарағандарыңызға рахмет.